Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жұмыссыздыққа тіркелеміз еңбек KZ сайт арқылы. Ол үшін регистрацияны басасыз. Кто вы дегенге соискатель дейсіз. Мына жерге өзіңіздің поштаңызды жазасыз. Қазір мен өзімдікін жазамын. Парольді өзім ойластырамын, қандай жеңіл, чтобы ұмыт кетпейтіндей қылып. Екеуін қараймын, қандай екеуі бірдей болген. Создать аккаунтты басамын. Сосын осылай поштаға хат келеді. Соны хат тексереміз. Подтверждение бергеннен кейін қайтадан өзіміздің еңбекке кіреміз. Пошта арқылы. Сосын мой кабинетке кіреміз үстіндегі. Осындай бірінші бетінде резюме деген болады. Соған кіріп, ИЦП ключ арқылы өзімізді толық толтырып шықсақ болады. Жеке-жеке толтырмайық. Өзі бәрін, иінің аты жөнін бәрін өзі толтырып береді. Осы міне енді ИЦП-мен жазғаннан кейін осылай толтырып береді. Өз аты жөнін тек қана должность солай толтырамыз. Енді бізде жұмыстыққа бірден тіркемейді. Ол үшін біз өзіміздің резюмемізді толтыруымыз керек. Яғни бұл кісі негізі повар, тамақ пісіретін кісі. Ол бойынша қазір табамыз. Бізде бұл проживание, питание, тамақ, питание кіреді. Желаемая должность бізде повар, жазамыз осыны. Бұл жерге де повар деп жазамыз. Екіншісіне уточнение тоже писал. Повардың қандай түрлері бар, соны жазды. Стаж работы жазасыз. 3 жыл бізде. Сосын зарплатаны өзіміздің қалағанымыз бойынша жазасыз. Режим работы өзіңіздің ыңғайыңызға қарап жазасыз. Характер работы постоянный, временный, сосын переезд на другой город нет дейміз. Опыт работы толтырамыз. Өйткені обязательно толтыратын нәрсе бұл. Мына жұмысқа тұрғандардың бәрін толтыру керек. Сол өзіңіздің алдында қандай жұмыс жасадыңыз, сол бойынша толтырасыз. Бізде бұл кісі повар болып жұмыс жасаған алдында. Пекар. Сосын ИП қандай жерде жұмыс жасады, сол предприятияның атын жазасыз. Мына жерде қазір мен ИП-ның аты жөнін жазып алайын. Сосын начало работы, қай уақыттан бастап жұмыс жасады, соны жазамыз. И біткен уақыты, то есть қай уақытта бітті, ол жұмыс шығып кеткен уақытын жазамыз. Сосын образование толтырасыз. Навыки, қандай қолынан келетін нәрселеріңіз толтырып шығасыз. Личное качество, өзіңіздің бойыңыздағы тұлғалық ретінде қасиеттеріңізді жазасыз. И сохранить деп басамыз. Қазір ойланып жатыр. Қате болса сразу шығарады. Бізде қате бар екен, қазір тексереміз. Бізде образованияны толық толтыр дейді, қайда оқығанды көрсет деп жатырмын да. Бұл жерде ол кісі оқымаған, яғни курс өткен, повар курсы өткен. Соны белгілейміз. Мына жерде специальность қандай курс өткендігін және де жазамыз. Қазір повардікін тауып алайын. Повардық что-то табылмай жатырмын. Пищевая безопасность толтырайын. Мына жерде повар деген бар екен квалификациясы. Начало обучения бұл курс болғандықтан, бұл да көп уақыт алмаған. Қазір толтырайын.
Енді толтырғаннан кейін қарап шығайын, қате жоқ па екен деп, сапасын деп. Начало обучениесін дұрыстап толтыру керек. Сохранить етейін. Қазір ойланып жатыр. Мында біздің вакансиямыз шықты. Мында нелер болғаннан кейін мен оны жауап қойдым. Алдында бір вакансия бойынша жұмысқа тұрған бұл кісі. Енді шетінде тұрған государственные услуги деп басасызда, регистрация и безработный. Осындай окошко шығады. Осының астында согласен на сбор, обработку персональных данных-ты басасыз, галочка қойып. И добавить заявку на басасыз. Бұл жерде ЕЦП көшінің екінші ерсамен подписать етесіз. Осылай міне лицо ищущий работу лерде тұрады. 3 күндей сізге жұмыс іздейді. Телефоныңызға қоңырау шалады. Жұмыс істеп, егер таппаған жағдайда 3 күн өткеннен кейін, жұмыс күні өткеннен кейін міне безработный деген тіркейді. Осылайша сіз безработный дерекке тіркелгеннен кейін көптеген мүмкіндіктерге ие боласыз. Рахмет.